Жерді қоршаған ауа қабаты оның үстін жіңішке қақпақ тәрізді жауып тұрады. Біз сол ауа мұхитының төменгі жағында тұрғанымызды суреттен байқай аламыз. Ауа қысымы биіктіктің артуына байланысты төмендейді. Жер бетіне жақын аймақта ауа қысымының шамасы 1 метрге көтерілгенде 12 паскальға кемиді. Барометрді суға батырған кезде қысым тез жоғарылайды. Суда 50 сантиметр тереңдікте қысым 1050 гектопаскальға артады. Аквариумның табанына түсетін жалпы қысым судың гидростатикалық қысымы мен атмосфералық қысымының қосындысынан тұрады. Лифтпен төмен түскенде байқалатын ауа қысымының өсуі суда тереңдіктің артуына байланысты жоғарылайтын судың қысымынан әлдеқайда аз болып келеді. 100 метр тереңдіктегі гидростатикалық қысым атмосфералық қысымнан 10 есе көп болады. Гидростатикалық қысым 10 метрге тереңдеген сайын 1000 гектопаскальға көбейеді.